Ақсана баяу тежеп, таныс подъездің алдына тоқтады. Күн ауыр болды, ол кем дегенде сәл Маша деген ескі досының компаниясында демалғысы келді. Машина тұрағында әдеттегі тізбекпен тұрған. Бірақ олардың біреуі жүрегін тоқтатып жіберді. Күміс түсті Форд күйеуі Ерланның көлігінің дәл көшірмесі. Ерлан 3 күн бұрын Новосибирскіге сапарға кеткен еді. Қалай болса да сәйкестік шығар деп ойлады ішкі дауыс, бірақ басқа бір дауыс қатты қарсы шығып, керісінше деп сыбырлады. Ақсана көлігін қойып, баяу көлікке жақындады. Нөмір толық сәйкес келді. Артқы көрініс айнасында әлі күнге сол кішкентай брелок шайқалып тұр, қыздарының сыйлығы. Ақсана телефонды алып күйеуінің нөмірін терді. Гудоктар, содан кейін автоответчик. Абонент уақытша қолжетімсіз. Дір-дір еткен саусақтарымен домофондағы түймені басты. Кім бар? Таныс Мәриямның дауысы шықты. Мен Ақсана. Ой. Мәриямның дауысында бір түрлі нотка байқалды. Мен қазір есік аша алмаймын, үй жинап жатырмын. Ақсана тамағына түйін келгенін сезді. Мәриям, мен төменде Ерланның көлігін көрдім. Ол сенде ме? Мәриямның дауысы дірілдеп кетті. Кейін сөйлесейік. Аш есікті, қазір. Құлпының сықыр етіп ашылғаны естілді. Ақсана 3-ші қабатқа көтерілді. Есік алдында үй киіміндегі абдырап тұрған Мәриям тұрды. Ақсанашым, мен бәрін түсіндіремін. Ол қайда? Қазір қайда? Сол сәтте бөлмеден Ерлан шықты, асығыс түймесін түйіп жатыр. Тыныш, ештеңе айтпа. Ақсана алдымен досына, содан кейін күйеуіне қарады да, бұрылып, баяу шығуға бет алды. Ақсана, тоқта. Ерлан соңынан жүгірді. Мен бәрін түсіндіре аламын. Шынымен бе? Ол бұрылып көзінде жас жарқырап тұрды. Бұл қашан басталды? Қашаннан бері менің өмірімді өтірікке айналдырдыңдар? Мәриям есікте тұрып, қолын кеудесіне қысып алған. Ақсанашым, біз қаламағанбыз. Айтпа. Деп үзді Ақсана. Маған солай атама. Ол сөмкесінен көлік кілтін алды. Заттарыңды ертең кешке аласың. Одан кейін сені көргім келмейді. Ешқашан. Баспалдақпен түсіп бара жатып, Ақсана Ерланның артынан бірдеңе айқайлағанын естіді, бірақ сөздер қан тамырларында соғатын шуға сіңіп кетті. Ол көлікке отырып қозғалтқышты іске қосты да, соңғы 15 минутта алғаш рет терең дем алды. Сөмкедегі телефон дірілдеп, Ерланның қоңырауы түсті. Ақсана экранға қарамай өшіріп тастады. Алда ұзақ кеш, көп жас және өмір енді ешқашан бұрынғыдай болмайтынын түсіну тұрды. Бірақ қазір тек үйге жету керек, ештеңе ойламай жету керек. Ақсана үйге қалай жеткенін есіне түсіре алмады. Қолдары рульде автоматты түрде қозғалды, біреу басқа біреу жүргізіп тұрғандай. Басында Ерланмен бірге өткізген 15 жылдық некенің үзік-үзік сөздері, естеліктері, сәттері айналып жатты. 15 жыл, өтірікке айналған 15 жыл. Пәтерге кірген бойда туфлиін шешіп тастады. Аяқтары ширығып, ауырып тұрды. Дәлізде былтырғы демалыстағы отбасылық суреті ілулі тұр. Ол, Ерлан және Айлина теңіз жағасында бақытты күліп тұр. Ақсана суретті қабырғадан жұлып алып, бұрышқа лақтырды. Рамканың әйнегі сынды. Ана! Айлинаның алаңдаған дауысы бөлмесінен шықты. Сенбісің? Ақсана қатып қалды. Қызы бүгін жаттығудан ерте қайтуы керек екенін ұмытып кеткен. 14 жастағы Айлина дәлізге шықты, мойнында құлаққап, қолында телефон. Не болды? Неге ерте қайттың? Айлина едендегі сынықтарды көрді. Ана, сен жыладың ба? Күн шуағым. Ақсана күлімсіреуге тырысты, бірақ ерні дірілдеп кетті. Бізге сөйлесу керек. Олар ас үйге өтті. Ақсана механикалық түрде шәйнекті қойып, шыны аяқтарды алды. Қолдары дірілдеп тұрды. Ана, сен мені қорқытасың, деді Айлина үстелге отырып көзін алмай. Әкеңмен бірдеңе болды ма? Иә, қымбаттым, әкеңмен. Ақсана терең дем алды. Әкең бізді алдады. Ол сапарда емес. Мен бүгін оны Мәриямның үйінде көрдім. Мәриямның үйінде. Айлина түсінбей қайталады. Ол не істеп жатыр еді онда?
Содан кенет үнсіз қалып көзін кең ашты. Жоқ, ана тек қана емес. Оксана үнсіз бас изеді. Айлина бетін қолдарымен жауып алды. Қандай олар? Қыздың дауысы ашумен ызамен дірілдеді. Қалай істей алады? Мәриям сенің ең жақын досың ғой. Болған деп түзетті Оксана тыныш. Болған дос. Айлина орындықтан тұрып, анасын құшақтады. Мен сені тастамаймын, естідің бе? Мен сенімен біргемін. Ол өзінің сөзін аяқтамады. Олар ас үйде түн ортасына дейін отырды. Айлина кейде жылады, кейде ашуланды, кейде қайта жылады. Оксана қызын басынан сипады, бала кезінде бос нәрсеге ренжігенде осылай істейтін. Бірақ қазір бос нәрсе емес еді. Келесі таңертең Оксананың телефоны қоңыраудан жарылып жатты. Ерлан, Мәриям, тіпті Ерланның анасы. Ол ешқайсысына жауап бермеді. Айлина мектепке кетті, анасын әдеттегіден қаттырақ құшақтап, көзінде ересек шешімділік байқалды. Ол бір түнде есейіп кеткендей. Кешкі сағат 6-да есік қоңырауы шықты. Оксана кім екенін білді. Ол Айлинаны әдейі досының үйінде түнеуге жіберген. Дәлізде Ерлан тұрды, көзі қызыл. Заттарың спальняда, деді Оксана оған қарамай. Саған 1 сағат уақыт бар. Оксана, сөйлесейік. Жоқ. Мен сені сүйдім. Бұл қателік болды. Сағат. Содан кейін полиция шақырамын. Ол үнсіз спальняға кірді. Оксана ас үйде отырып, оның зат жинағанын тыңдады. Әр дыбыс ішінен терең жарақаттайтындай ауыртты. 15 жылдық ортақ өмір бірнеше спорттық сөмкеге сыйып кетті. Кетер алдында ол ас үй есігінде тоқтады. Айлинаға айтшы, мен оны сүйемін. Айтпа. Оксана енді ғана оған көзін көтерді. Қызыңды қолданба. Оған бірдеңе айтқың келсе, өзің айт. Егер ол тыңдағысы келсе. Есік жабылды. Оксана сағатқа қарады, 42 минут. 42 минут, жылдарға нүкте қойған. Ол тұрып, бокал мен шарап бөтелкесін алды. Алда тағы бір ұйқысыз түн тұрды. Бірақ енді ол нақты білді. Олар Айлинамен бірге жеңеді, жеңулері керек. Бұл бәрі бірден аяқталды, сен бізді ұстап алғаннан кейін. Сен ойлайсың ба, маған осыдан жеңіл болады деп. Оксана апельсиндерді қайтадан сөреге қойды. Ойлайсың ба, бұл бірдеңені өзгертеді. Жоқ, әрине жоқ, Мәриям басын шайқады. Мен жай ғана сен білсін деп едім. Мен бәрінен айырылдым. Жұмыстан, беделден, достардан, сенің. Дауысы дірілдеп кетті. 15 жылдық достық. Мен бәрін бұзып тастадым. 23 жыл деп тыныш түзетті Оксана. Біз мектептен бері 23 жыл дос болдық. Олар супермаркеттің ортасында тұрды, ал адамдар арбалармен асығып өтіп жатты. Екі әйелдің арасында буырқанған эмоциялардың дауылын сезбей-ақ. Айлина қалай? Деп сақтықпен сұрады Мәриям. Айтпа. Деп қатты кесіп тастады Оксана. Менің қызым туралы сұрауға құқығың жоқ. Сен ол құқықты жоғалттың. Мәриям бас изеді. Кешір. Мен жай ғана. Оксана, мен білемін, бұл ештеңені түзетпейді, бірақ мен шынымен өте өкінемін. Күнде оянып, өзімді жек көремін сол істегенім үшін. Біледің бе, ең қорқыныштысы не? Оксана оған тура қарады. Мен саған сенемін. Сен шынымен өкінетініңе сенемін. Бірақ бұл ештеңені өзгертпейді. Сен маған әпкемдей болдың. Мен саған өзімнен артық сендім. Ал сен? Білемін, деп сыбырлады Мәриям. Білемін. Қош бол, Мәриям. Оксана бұрылып, сөмкесін тастап кетті. Егер мені тағы бірде көрсең, жай өтіп кет. Көлікте отырып, ол енді өзін ұстай алмады да жылады. Бірақ бұл жасырақтар басқаша еді, опасыздық ауыртқан жоқ. Бұл екеуінің тарихына нүкте қойылғанның түсінігі болатын. Ол телефонды алып, қызына қоңырау шалды. Айлина, бүгін суши маркетіңнен роллдар тапсырыс берейікші. Әрі қалаған фильміңді көреміз. Ертең жаңа күн болады, ал ол бүгінгіден жақсы болады. Ол мұған күмәнданбады. Жұма күні келді, галереяға бару жоспарланған күн.
Ақсана баяу бір картинадан екіншісіне өтіп, жас суретшілердің туындыларын қарап жүрді. Әріптестері көптен кеткен, бірақ ол әлі біраз уақыт осында қалғысы келді. Бұл абстрактты кенептерде бірдеңе тыныштандыратын бар еді. Кешіріңіз деп жақын жерден жағымды ер адамның дауысы естілді. Сіз де осы картинада автор не айтқысы келгенін түсінуге тырысып жатырсыз ба? Ақсана бұрылып қарады. Жанында биік, шамамен 45-50 жас шамасындағы, мейірімді қоңыр көздері бар, шекесінде байқаларлық сұр шашы бар ер адам тұрды. Шынысын айтсам деп күлді ол, мен жай ғана түстердің ауысуына қызығып тұрмын. Кейде картина, жай ғана картина, терең мағынасыз. Михаил деп қолын созды ол. Сіз мұндай көрмелерге жиі келесіз бе? Жоқ деп басын шайқады Ақсана. Мен жай ғана қайта өмір сүруді үйреніп жатырмын. Жаңа нәрселерді сынап көремін. Ол түсіністікпен бас изеді. Таныс сезім. Мен де ажырасқаннан кейін көрмелерге баруды бастадым. Бұрын живописті жек көретінмін. Ажырасу. Ақсана ширығып қалды. 3 жыл бұрын деп тыныш жауап берді ол. Біледіңіз бе, кейде аяқталу жай ғана жаңа бір нәрсенің басы болады. Олар галерея жабылғанша сөйлесті. Михаил университетте сәулет өнерінен сабақ беретін, жазға әуес, ескі винил пластинкалар жинайтын. Оның қызы, студент, басқа қалада тұрады екен. Мүмкін кофе ішейік деп ұсынды ол сыртқа шыққанда. Мұнда жақын жерде тамаша кофейня бар. Ақсана бөгеліп қалды. Кешіріңіз. Маған үйге кету керек, қызым күтіп тұр. Әрине деп күлді ол, еш ренжімегендей. Басқа уақытта болар. Ақсана қызарып кеткенін сезді. Мен әлі дайын емеспін. Мен түсінемін деп жұмсақ айтты ол. Мен асықтырмаймын. Бірақ егер жай ғана сөйлескіңіз келсе, өнер туралы жаз тыңдағыңыз келсе. Ол визиткасын ұсынды. Үйде Айлина анасының ұялып тұрғанын бірден байқады. Ана, сен қандай бір түрлісің? Не болды? Жоқ, қымбаттым. Ақсана қызының жанына диванға отырды. Мен бүгін бір адаммен таныстым. Өте қызық адам. Айлина анасына мұқият қарады. Иә. Және? Ақсана күрсінді. Мен әлі дайын емеспін. Мүмкін әлі ерте шығар. Айлина анасының қолын ұстады. Ал мүмкін дәл қазір керек шығар. Сен бақытты болуға құқығың бар. Қашан осындай дана болып кеттің? Деп күлді Ақсана. Анашым маған күшті болуды үйреткенде деп қарапайым жауап берді қызы. Кешке төсекте жатып, Ақсана визитканы алды. Михаил Сергеевич Воронин, сәулет кафедрасының доценті. Төменде телефон нөмірі мен электронды пошта адресі жазылған. Мүмкін Айлина дұрыс айтады. Мүмкін шынымен де уақыт келді. Жоқ, ол әлі ауыр қарым-қатынасқа дайын емес. Бірақ жай ғана сөйлесу, өнер туралы әңгімелесу, жаз тыңдау. Ақсана визитканы тумбочкаға қойды. Шешімді ертең қабылдауға болады. Немесе бүрсі күні. Немесе бір аптадан кейін. Енді оның уақыты бар. Қайтадан сенуді үйренуге уақыт бар. Және мүмкін өмірдің жаңа бетін ашуға уақыт бар.